Девальвация болса, демек соны алған, акцияны алған инвесторларға пайдалы, солай ғой? Бүкіл ақшамды сол тек қана Қазақмыс акциясын сатып алдым. Сіз жұмысыңызда жоғалтасыз, бүкіл акцияның бағасы да төмендейді. Бұған ақша салсаң, әлбетті түрде байисың. Бұндай ақпарат болмағандықтан адамдар бар, жаңағы пирамидаға салады. Екі мың жиырма екінші жыл Қазақстан қор нарығы үшін аумалы төкпелі, қиындығы мен мүмкіндігі қатар жүрген жыл болды. Орталық депозитарийдің мәліметінше Қазақстанда биржалық шот ашқан 500 мыңнан астам адам болған, 600 мыңға жуық қосалқы шот ашылған. Бір қаңтардың өзінде осы 2023 жылы 39 мың жаңа есеп шот ашылды. Дегенмен былтыр әртүрлі себептерге байланысты кәсенің кейбір көрсеткіштерінің құлдырауы да байқалды. Осыған байланысты қазір қор нарығына инвестиция салу мүмкіндіктері қандай, ол жерде қандай тәуекелдер бар, қандай мүмкіндіктер бар, осы туралы бүгін бағдарламамызда баяндайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта осы сұрақтарға жауап беру үшін Астана халықаралық қаржы орталығының Астана халықаралық биржасының қаржы директоры Жарас Берекетұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Жарас, былтырғы жаңалықтардың ең біріншісі десек, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының биржаға шығуы. Бұл ұлттық компания негізінен біздің экономика мұнай-газға үлкен деңгейде байланған ел. Соның ішінде сол саладағы ең үлкен ұлттық компания Қазмұнайгаз. Қазмұнайгаздың IPO-сы көптен бері күтілді. Оған барынша көбірек акция сатылып, көбірек халыққа сол игіліктерді тарату үшін үлкен жұмыстар атқарылды. Бірақ кейбір сарапшылар сол Қазмұнайгаз IPO-сының күткендегідей деңгейде болған жоқ. Көпшілік халық ол акцияға көп қызығушылық танытпады дейді. Сіз осы жобаға қалай баға берер едіңіз? Сұрағыңызға рахмет. Негізі менің ойым бойынша былтыр өткен Қазмұнайгаз компаниясы IPO-сы өте сәтті өтті. Мысалға келтірсек, былтыр Лондон қаржы биржасында өткен бүкіл IPO-лардың 100 миллионнан астам ақша тартылған, тек қана 5 қана IPO болды. Ал біздің Қазмұнайгаздың IPO-сы Қазақстанның өзінде 330 миллион доллар ақша тартты. Мысалы, одан басқа да NASDAQ биржасына қарасақ, былтыр бүкіл өткен IPO-лардың орташа мөлшері 170-180 миллион доллар болды. Демек, бұл Қазмұнайгаз IPO-сы сәтті өтті деуге болады. Бұдан басқа, бұл IPO біздің жаңа атап өткендей жеке инвесторлардың өсуіне, базасының өсуіне қатты әсер етті. Былтыр жаңа айтып өткендей біздің өзіміздің орталық депозитарida 500 мыңға дейін жеке тұлғалар өз есеп шоттарын ашты және Қазмұнайгаз IPO-сының қарсаңында 50 мың жаңа есеп шот ашылды. Қазмұнайгаз IPO-сы 8406 теңгеден сатылды акция басына. Одан кейін ол негізгі күтілім бойынша өсет деп сондай нарықта күтті ғой халық. Қазір алғашқы аптасында әжептәуір 9 мың теңгеден астам қымбаттады, одан қайттан төмендеді. Қазір бұл IPO-ны сатып алған, жаңағы акциялар сатып алған адамдар өкініп жатыр ма, жоқ әлде қалай ойлайсыз? Қазіргі Қазмұнайгаздың қаржылық деңгейі қандай? Жалпы айтқанда, жаңағы сіз айтқаныңыз, мен де естідім, бұл брокерлердің кеңестері, бұл 12 мың теңгеге дейін өседі, 13 мың теңгеге дейін өседі. Бұл тек қана кеңес. Бұл әлбетті түрде бұлай өседі деп сізге ешкім кепілдік бере алмайды. Қор нарығында жалпы солай. Егер сізге біреу дәл мұндай 30% табасың, 20% табасың деген, бұл бұлай айтуға болмайды. Негізі бұл тек қана кеңес, жету мүмкін, потенциалы бар. Бірақ әрине бұл акцияның бағасына әсер ететін көп түрлі жағдайлар бар. Жаңағы айтқандай, кешегі қайтадан КТК мұнай құбыры жабылып қалды бір күнге, бұлда да әсер етуі мүмкін. Және одан да басқа сондай көптеген нәрселер акцияның бағасына әсер етеді. Қазір бүгін Қазмұнайгаз акциялары 9700 теңге тұрды. Және егер қарасаң, 2 ай ішінде, 2 айдан көбірек ішінде 8406 теңгеден 9700 теңгеге бұл байқағанда өзінің келісі бойынша депозиттерден жақсы бір инвестиция деп есептеуге болады. Бұл жерде әрине акцияның бағасы депозиткіден анағұрлым жоғары өскен, сатып алған акцияны алған адам бәрібір жақсы плюсты. Бірақ адамдар жаңағы 13 мың теңге, 12 мың теңге дейін қымбаттайды деген сондай бір күтумен сатып алды ғой. Осы жерде көрермендерге де негіз айта кету керек шығар. Жаңағы
сарапшылардың, қаржыгерлердің айтатыны ол тек қана болжам, ол ешқандай кепілдік емес, солай ғой? Әрине, бұл болжам, бұл кеңес, бұл олардың өздерінің сараптамалары арқылы есептелген шыққан бір диапазондық бағасы, және бұл бағаға жету мүмкін дейді. Егер жаңағы сараптамаларды дұрыстап оқысаңыз, әлбетті түрде ең соңында бір басына бір жазу тұрады. Бұл инвестициялық кеңес. Тіпті ол қымбаттамақ түгіл, арзандау да мүмкін, оған да дайын болу керек қой, солай ғой? Иә, бұл әлбетте түрде арзандау мүмкін. Жаңағыдай мысалы көптеген факторлар бар. Мысалы мұнайдың бағасы төмендеп кетсе, жаңағы құбырды жауып тастаса, акцияның бағасы төмендеуі мүмкін. Бірақ одан да басқа, мысалы Германия бізден Қазақстаннан тағы да бір мұнай объемдарын алайын жатыр. Дружба мұнай құбыры арқылы. Ол мысалы қазір есімде болса 1 миллион 200 мың тонна дейді, бірақ ертең кім біледі, мүмкін 5 миллион тонна деуі мүмкін. Одан кейін тағы да басқа бір транскаспийлік басқа бір мұнайды экспортқа шығару бір жолдары болуы мүмкін. Ол егер ондай болса, ода да көбейеді. Мүмкін Қытайдан да бірдеңе болып қалуы мүмкін. Сондай түрлі факторлар мұнайдың бағасына, одан кейін Қазмұнайгаз компаниясының акцияларының бағасына әсер етеді. Бұл енді біздің контрольда жоқ факторлар дейсіз ғой. Енді қараңызшы, мысалы бізде Астана қаржы орталығы құрылғанына бір 6-7 жыл болды, иә? 5 жыл. 5 жыл болды. Біздің биржаға 5 жыл. Биржаға 5 жыл болды. Сол биржа құрылған кезде кішкене сарапшылар тарапынан бұндай биржа, жаңа қаржы орталығы Алматыда бар ғой, кассе, онсыз да жұмыс істеп жатыр. Ол жақта да жаңа банктердің барлығы сол жақта. Қазақстанның қаржы орталығы негізі Алматы. Неге ана жаққа екіншісін ашу керек деген секілді бір күмәндар болды ғой. Бірақ енді қазір сіздер жұмыс істеп жатсыздар, жаңа IPO-ға шығып жатыр. Каспи шықты мысалы сіздер арқылы, иә? Енді сіздер касседе болмаған бір қандай бір өзгеріс енгіздіңіздер ме, жоқ әлде сіздер тек соны қайталап жатсыздар ма жұмысты касседегі? Ең басты айырмашылығымыз бұл біздің жұмыс жасап жатқан заңды қағидаларымыз. Біз жалпы ағылшын заңымен жұмыс жасаймыз, және бұл шетелдік инвесторлар үшін өте бір ұнайтын нәрсе. Неге себебі мысалы бір шетел инвестор Қазақстанның экономикасына бір инвестиция жасағысы келсе, ол ең бірінші заңды зерттейді. Және ол Қазақстан Республикасының заңын зерттеу үшін бір консультанттарды алып келеді. Ол 1-2 жыл бүкіл заңдарды зерттейді, инвестиция салса қандай жаңа тәуекелдері бар, қалай компания құру керек, мысалы олар үшін біздің АО деген белгісіз нәрселер. Және қандай заңдар бар, АО-ны акционер қоғамды қадағалайтын қандай заңдар бар, ол бәрі орыс тілінде, бәрін ағылшын тіліне аудару керек. Сондай көп заттар бар, және олар көп уақыт оған жұмсамайды. Және өзіңіз белгілі болғандай, Қазақстан енді бір жеріміздің ортасы емес, жердің кішкене бір frontier markets дейді ғой. Және оған көп назар бөлмейді. Ал біздің Астана халықаралық қаржы орталығының ең басты айырмашылығы біз жалпы ағылшын заңмен жұмыс жасаймыз. Бұл Common English Law дейді ағылшынша. Және біздің бүкіл документтеріміз, бүкіл керек мәліметтеріміз бәрі ағылшын тілінде. Және егер шетел инвестор Қазақстанға келгісі келсе, осы Астана халықаралық қаржы орталығында бүкіл Common English Law бар, бәрі ағылшынша, ол үшін түсінікті, және бір басқа да дополнительно бір ешқандай сараптама жасамайды. Бәрі дайын, сол келіп, осыған инвестиция жасай алады. Бұл біздің ең басты айырмашылығымыз. Одан басқа, мысалы, жаңа айтқандай кассемен бізді салыстырып тұрсыз. Менің ойымша, бұл телефондағы жаңағы операционный система сияқты Android бар, iOS бар. Кімге қандай ұнайды, сонымен қолдана алады. Біреуге, мысалы, білмеймін, IT адамдарына iOS ыңғайлы, дизайнерлерге мысалы мобилографияға Apple-дың жүйесі ұнайды мысалы. Солай, әрбір кімге қайсысы ұнайды, кімге қайсысы өзінің мақсаттарына жету үшін қандай биржаны қолдану өз адамның, өз инвестордың өз еркінде. Біз халықаралық биржа болғасын, біздің енді басты мақсатымыз бұл халықаралық инвесторларды Қазақстанға тарту. Енді қараңыз, жаңағы Қазмұнайгаздың акциясын алып жатыр. Сол Қазмұнайгаздың акциясын алу үшін 50 мыңдай дедіңіз де, жаңа басында 50 мыңдай адам арнайы барып шот ашқан. Осы Қазмұнайгаздың акциясын алам деп арнайы. Одан бөлек оған дейін де бізде жаңағы сіздердің биржаларда акциялар сатылды, қазақстандық, шетелдік ең бір сапалы дейді ғой, жаңағы тұрақты немесе тұрақты өсіп келе жатқан, немесе тұрақтылығын сақтап келе жатқан бір қағаздарды айтыңызшы.
мүмкін қазақстандық банктар шығар, мүмкін жаңағы Қытайдың бизнесі шығар, мүмкін америкалық бір компаниялар бар шығар. Осы қағаздарды мысалы халық жақсы сатып алады деген өтімді қандай акциялар бар? Жаңа сіз басын айтып кеткеніңіздей, бір сарапшым бар, Қазмұнайгаз акциясы 12 мың теңгеге жетеді деді, бірақ жете алмайды. Сол сияқты мен сізге инвестициялық кеңес бере алмаймын. Мен брокер емеспін. Егер ондай инвестициялық кеңес алғыңыз келсеңіз, өзіңізге брокеріңіз бар, ол сізге ақша төлесеңіз жақсы бір кеңес береді. Ондай кеңес сізге бере алмаймын. Жалпы бірақ қазір біздің AX-те есімде болса 130 шақты құнды қағаз бар, ол 85 эмитенттің. Оның ішінде 85 компанияның. 85 эмитент, 130 құнды қағаз. Ішінде акциялар да бар, облигациялар да бар. Акцияларды атап өтсек, бұл жаңағы Казатомпром, Каспий-КЗ, Халықбанк, Қазмұнайгаз, Банк Центр Кредит. Бұдан басқа облигациялар бар. Облигациялар олар енді депозиттен жоғарырақ сізге пайыз береді. Есімде болмаса 18-20% депозит, 18-20%-тік облигацияларды біздің листингте бар. Бұл жерде нақтылай кететін облигация тәуекел жоқ, ол салған ақшаңызды да міндетті түрде жаңағы пайызды қайтарып береді. Бұл енді қарызға ақша беру ғой, солай ғой? Қор нарығындағы ең бірінші РУ дегенде сізге ешкімді кепілдік бермейді. Бір компания дефолт болуы мүмкін және өзінің алған қарыздарын қайтара алмауы мүмкін. Және бұған кепілдік жоқ. Онда былай сұрап көрейік. Әрине ештеңе кепілдік жоқ, тіпті банктердің өзі бір кездер бізде бір-ақ күнде жаңағы жабылып қалған кездер болды ғой. Бірақ мысалы X компания облигация сатады, бүгін барып мен оны 18%-ке барып аламын. Бір жыл өтеді, бір жылда жаңағы X компания ол өсті, дамыды, жақсы жұмыс істеп жатыр. Сондай жағдайда облигацияның жаңағы 18%-мен сізге қайтарып береді. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Енді біздің жалпақ тілде көрермендер кепілдік деген сол енді. Жаңағы заңдық жағынан емес, осылай. Бұл сізге кейбір облигациялар мысалы жыл сайын емес, кейбірлер квартал сайын төлейді, кейбірлер жарты жыл сайын төлейді. Жаңағы мысалы 18%-тің 4,5%-ін бір кварталдан кейін алып аласыз солай. Сондай әртүрлі облигациялар. Шарттар әртүрлі. Жаңа айтып тағы қосарым, мысалы біздің биржаға шыққан Каспий-КЗ компаниясы. Ең бастағанда ол $33 болды. Одан кейін ол кішкене дамы беріп $130 дейін жетті. Ең құны $130 дейін. 4 есе көтерілді акциясы, бірақ сосын былтыр осы қаңтар оқиғалардан кейін, мысалы ақпанда Россия мен Украина арасындағы соғыстан кейін оның акциясы түсіп $50 дейін түсіп кетті. Қазір мысалы қайта көтеріп $70 түсті. Енді және осы қай кезде кірдіңіз? $33 кірдіңіз, $33 болғанда сатып алдыңыз ба? $130 болғанда сатып алдыңыз ба? $50 болғанда сатып алдыңыз ба? Қазір сатып алдыңыз ба? Соған қарай енді өзіңіз қарайсыз енді. Бұл жаңа Каспийдің несі траекториясы өте қызық екен. 4 есе өсіп, 3 есе қайтып төмендеп деген секілді. Сол сияқты қандай бір драматикалық өзгерістер бар компанияларда? Мысалы, Қазатомпром, меніңше ол тұрақты секілді. Өзімнің бір жеке тәжірибемді айтып берейін. Осы AX әлі болмағанға дейін Қазақмыс компаниясының акциясын сатып алдым. Және бір-екі қателік істедім, соны қазір айтып беремін. Бірінші қателік, бүкіл ақшамды сол тек қана Қазақмыс акциясын сатып алдым. Бұл қай жылдары? Бұл бір 2017-2018 сол жылдары. Одан кейін сатып алдым, ұстадым, портфелімде болды. Одан кейін Бразилияда бір су тасқыны болды. Жаңалықтан естідім, бір су тасқыны болды, бір дамба жарылды, сондай бір естідім, жақсы. Келесі күні қарасам, Қазақмыстың акциялары 25%-ке өсіп кетті. Мысалы, неге болды? Сол дамба жарылып, су тасқыны болып, бір мыс табатын бір үлкен бразилиялық компанияның шахтасы судың астына басып кетті. Конкуренті Қазақмыстың. Конкурент. Бұл Қазақмыстың Қытайға апаратын екінші конкуренті. Қытай жалпы Қазақмыстан сатып алады мысты, және сол бразилиялық компания сатып алады. Ол енді бір-екі жарты жылға енді тоқтатты бүкіл шаруасын. Сосын Қазақмыстан енді объемдар көбейгесін, Қазақмыстың көбейеді деп болжам берілді, және оның акциялары 25%-ке өсіп кетті. Жақсы. Мен енді мәз болып жүрмін. Тағы ұстап жүрмін, бір жарты жылдан кейін қарасам 30% төмендеп кетті. Неге деймін? Қайтадан жаңалықтар оқимын. Қазақмыс бір Чукотка ма, Камчатка ма, бір жерден бір сол жақтан бір андай бір
кен орнын сатып алды. Кен орнын сатып алды және бүкіл сараптамашылар айтуы бойынша ол кен орнына әкелетін темір жол жоқ, электричество жоқ, қазақтың соның бәрін істейді, бүкіл капитальный затраты кетеді және бұл дивидендтер азаяды деп сол түсіп кетті. Және ең соңында қанша ақша салдым, сонша ақша шығара алдым. Сондай бұл енді бірінші қателік бүкіл ақшаны бір акцияға салу. Мысалы, жаңағыда айтқандай, Қазмұнайгаз бүкіл ақшаңызды Қазмұнайға салсаңыз, мұнай біріне болса, бәрінде кішкене жауап аласыз. Сол үшін ең бірінші диверсификация дейді. Бір акцияға емес, портфель акцияға салуыңыз керек. Бірнеше. Мысалы, бір жағынан Қазақмыс болса, екінші жағынан жаңа Қазатомпром, себебі мысалы мыс пен атомның, мыс пен уранның нарықтары екі бөлек. Біріне болса, бір-біріне әсер етпейді. Сол сияқты кішкене ақшаңыз ұстап қалуыңыз мүмкін. Сосын бұл жерде жаңағы әртараптандыруды көп адамдар түсінбейді. Мысалы, бірнеше компанияны аламын дейді, бірақ ұқсас компания. Exxon, Chevron, Қазақмыс, Газпром. Дұрыс айтасыз, және бұл мысалы, егер бір мұнайлы компания, мысалы, Exxonды сатып алсаңыз, екінші жағынан Люфтганза сатып алуыңыз керек болса. Люфтганза бұл әуежай бөлек салалар, бөлек елдер, бөлек. Және олардың акцияларының екі түрлі бағалары екі жаққа кетеді. Мысалы, мұнайдың бағасы жоғарылса, ExxonMobil'дің акцияларының бағалары да көтеріледі, бірақ Люфтганзаның бағасы түседі. Неге? Себебі Люфтганзаның ол самолет әуежай тасымалы болғандықтан ең басты расходтары, экспенс, бұл дизельный топливо. Ол мұнайдың бағасы. Демек, дизельный топливоның бағасы қымбаттап, Люфтганзаның маржасы төмендеп, дивидендтер төмендеп, акциялары төмендейді. Кейге қарай мұнайдың бағасы түссе, Chevronның, ExxonMobil'ның бағалары түседі, бірақ Люфтганзаның расходтары азайып, оның акциялары көтеріледі. Бұл енді диверсификация. Енді бірақ енді былай-былай ойнау үшін тағы үшінші бірнеге, мысалы, мұнайға байланысты емес, Apple мысалы. Және сол ұстап, және былай кішкене баланс ұстап, үшінен дивиденд алып, салған ақшаңызды сақтап қаласыз. Енді қараңыз, мысалы, бір-біріне қарама-қайшы екі компания, біреуі ұтылса, біреуі ұтатын. Оған екеуіне салған қаншалықты? Сол айтып тұрмын, екеуіне салып, және үшіншісі сол жаңағы салаға дым байланысы жоқ бір компанияға саласыз. Өте жақсы стратегия екен. Мен бұны бірінші рет естіптім. Әрине білеміз, әртүрлі сала, әртүрлі ел, әртүрлі географияға салу керек. Мысалы, мұнайда мұнайшы, ол өзі мысалы, қазір мұнайымшы басқа бір мысал білдірейін. Мысалы, егер сіз телекоммуникацияда жұмыс жасаңыз, сол салада, телекоммуникация акцияларын сатып алмаған дұрыс болады. Мен өзім сол жерде істесем. Неге? Егер жалпы сіздің жұмыс жасап жатқан салаңыз құлдыраса, сіз жұмысыңызда жоғалтасыз, бүкіл акцияның бағасы да төмендейді. Сол үшін сіз өзіңіз жұмыс жасап жатқан саланың акцияларын сатып алмаған жөн. Бұл да жаңағы диверсификацияның бір түрі. Өте пайдалы кеңес екен. Бұл өте пайдалы кеңес екен, негізі екі жақсы кеңес айттыңыз. Енді қараңызшы, 22-ші жылы осы бөлшек инвесторлар, біз анау крупный, ірі инвесторларды айтпаймыз, институционалдық. Жаңа өзіміз сияқты жалақысының бір бөлігін жинап сатып алатын акция. Солар ең көп қателескен қандай бір мүмкін жаңағыдай оқиғалар болғанша, болмаса бір стандартты бір қателіктер? Ең бастысы қазір жалпы хайп дейді ғой, осы пандемия кезінде бүкіл нарықтар өсті, 25-30%-ке S&P, NASDAQ, біздің Қазақстанның нарығы өсті. Және содан кейін бүкіл халық жалпы бұл әрі қарай сол өсе береді деп ойлайды. Бұл ең басты қателік. Өткен өсу, болашақтағы өсудің кепілдігін бермейді. Мысалы, сол былтырғы жыл оған дәлел. Мысалы, былтыр бүкіл индекстер жалпы 15-18%-ке төмендеді. Және екінші жаңағы айтып өткендей диверсификациялау, бүкіл ақшаңызды бір акция сатып алмау, жалпы ең жақсы бұл портфель, дайын портфель сатып алу. Және одан басқа бүкіл жалпы несие алудан бөлек, мысалы, кейбір адамдар инвестиция жасау үшін несие алады. Бұл менің жеке ойым бойынша дұрыс емес. Және несие алудан бөлек бүкіл бос ақшаңыз инвестицияға тек қана бос ақшаңызды салыңыз. Жалпы бүкіл дүниеңізді сатып, инвестициядан ұтып алам деген бір кепілдік жоқ. Және кейбір біздің блогерлеріміз, қаржы коучтарымыз осы қор нарығы бұл бір социалдық лифт, бұған ақша салсаң, әлбетті түрде байысың деген бір
ой айтып жатыр, бірақ бұлда да ондай бір кепілдік бермейтін зат. Егер де кәдімгі айналысқыңыз келсеңіз, активный трейдер дейді ғой, ол үшін сіз кәдімгі таңертеңнен түнге дейін бүкіл жаңалықтарды оқып, бүкіл анализ, фундаментальный анализ, бәрін оқып, сонымен өмір сүруіңіз керексіз. А егер оған уақытыңыз болмаса, қазір мысалы Exchange Traded Funds деген бар, Exchange Traded Notes деген бар. Бұл сіздің орныңызға жалпы бір тәжірибесі, білімі бар трейдер, компаниялар, мысалы BlackRock, Vanguard болсын, сіздің орныңызға бүкіл жаңағы әртараптандырылған акциялардың жинап, бір портфель жасап, сізге сатып отыр. Дайын, бәрі дайын. Ешқандай тәуекелдер, енді тәуекелдер бар, бірақ тәуекелдер енді кішкене қарсы алынған, mitigated risk дейді. Есептелген. Және бұл көбінесе сол жаңағы S&P 500, NASDAQ 100, сол акция, сол индекстердің сол индекстерді кішкене қарап жүретін портфельдер. Мысалы, егер S&P 500-де, мысалы, Apple, S&P 500-дің, мысалы, бір портфель индексті алсаңыз, мысалы, 3% Apple, 2% Tesla, 1% Google, и сол жаңағы инвестбанктер сізге дәл солай жинап береді. Дәл сол индексті жинап береді, және соны сізге сату мүмкін. Бізде, мысалы, бізде соны түсіндік AX-те, және сол осы жеке инвесторлерге кішкене ыңғайлы, оңай болу үшін, бүкіл ақшасын бір лезде жоғалтпау болу үшін, осындай инструменттерге, жаңағы шетелдік ETF-терге біз өзіміз сондай инструмент жасадық. Бізде AX-те Exchange Traded Notes дейміз, және осы инструмент... Ол жерде неше акция болады? Неше құнды қағаз болады бір ETF-ның ішінде? Бір ETF-де жаңағында, мысалы, S&P 500 болса 500, мысалы. Және бұл жаңа индекстің бағасын кәдімгідей, индекс қалай жүрсе, сол құнды қағаздар дәл сондай бағамен жүреді. Және соны біз жасап AX-те, осы біздің өзіміздің мобильді приложение табыс арқылы қолжетімді еттік. Және әрбір қазақстандық азамат өзінде жеке куәлігі болса, интернетте қосылған смартфоны болса, банк карточкасы болса, осы Каспий Голдпен бізде бір интеграция, бір андай дополнительный бір жасамауға да болады. Осы біздің мобильді приложение тіркеліп, жаңағы Exchange Traded Notes'ты сатып алады. Бізде қазір табыста 14 сондай Exchange Traded Notes бар. Жаңағы S&P 500, NASDAQ 100, High Dividend деген, High Yield, исламды қағаздарға арналған, мұнай, алтын, REIT дегеніміз, бұл Real Estate, жылжымайтын мүлік, және биткоин, сондай бүкіл ETF-дер біздің мобильді приложение, мобильді қосымшамызда бар. Кейбірлер, енді тәуекелі кішкене азырақ, кейбірлері тәуекелі жоғарақ, мысалы биткоин сияқты. Бұл енді сіздің өзіңіздің риск аппетитіңізге байланысты. Жаңағы тәуекелі жоғары төмен демекші, мынандай бір адамдардың арасында түсінік бар, оның қаншалықты дұрыс қате екенін сұрап алайықшы сізден. Тәуекелі жоғары болған сайын табысы да сондай жоғары болуы мүмкін. Немесе тәуекелі төмен қағаздардың табысы да төмен болуы мүмкін. Бұл әрқашан сондай ма, жоқ әлде кейде бола ма? Тәуекелі жоғары, бірақ табысы төмен, немесе табысы жоғары, тәуекелі де төмен деген секілді. Бұл енді экономика заңы. Тәуекелі жоғары болса, сіздің тәуекелі жоғары болғандықтан кішкене көбірек табыс алғыңыз келеді. Және сізге де мысалы, қандай мысал келтірейін, Американың казначейдік облигациялары. Тәуекелі өте төмен. Себебі Америка дүниежүзіндегі ең бірінші экономика, және өзінің қарыздарын сізге қайтарып береді деген 99%. Және де оның жаңағы yield to maturity дейді ғой, 4% мысалы қазір. Бұл өте жоғары енді, бірақ ең аз сондай депозитпен бірдей деуге болады, мысалы Америкадағы. Бұдан басқа, мысалы, Украинаның облигациялары. Сіз түсініп тұрсыз, егер Украинаның қазір, мысалы, қарызын сатып алсаңыз, ол қайтарып қалмауы мүмкін. Бірақ егер алам десеңіз, онда сіз әлбетте жоғары бір пайыз талап етесіз. Және ол, мысалы, 40-50%. Және сізге байланысты өзінің риск аппетитіңізде. Сіз, мысалы, ақшам сақтап қалсын деп доллармен 4% аласыз ба, немесе
ақшам сақтап қалмауы мүмкін, бірақ егер жақсы бәрі болып кетсе 50% табыс аламын дегеніңіз. Өзіңіз тәуекелге барасыз ғой. Студенттің риск профайлы басқа. Риск профайлды мысалы қазақшалаған кезде қалай жаңағы тәуекел жасау портреті ма, солай айтайық та, мысалы қаншалықты тәуекелге бара алады немесе бара алмайды деген сипаттамасы ғой адамның. Енді әр адамда әртүрлі. Бірақ жаңағы жасына қарай өзгеру заңдылық. Мысалы студент ұзақ мерзімді қою мүмкін да инвестицияны. Мысалы зейнеткер адам 3-4 жылдан кейін алсам жақсы деген секілді. Осыған байланысты бір мүмкін бір не бар шығар, заңдылық. Мысалы 30-дардағы адам, болмаса ауылдағы адам, қаладағы адам, ақшасы бар адам, жоқ адам деген секілді бір оған бір оңтайлы, оптимальный дейді ғой, оңтайлы риск профайл бола ма сондай? Жаңа қайтып айтайын, әрбір адам әртүрлі, өзінің жалпы бай. Дәулеттер де әртүрлі, кейбір мысалы өте дәулетті адамдар бар, олар мысалы кішкене бай тәуекелге баруға дайын. Мысалы айтсам бар, 1 миллион долларым бар, 30 мың долларды жібере бер, жаңағы 50% жоғалтып алсам дымда қалмайды. Кейбірлері бар, мысалы бүкіл соңғы емес енді бір жалақым ғана бар, жалақымның ақшасын салып тұрам, бұған жаңағы пенсионный фонд сияқты екі көзбен қара дейді, мысалы. Жылына 3-4% болса, маған жеткілікті дейді. Бұл жаңағыдай индивидуально, әрбір адамның өзінің мақсатына, өзінің мінез құлқына, мысалы кейбірлер айтады, мен тек қана ислам шарттарына сай инвестицияны жасаймын дейді, мысалы. Кейбірлер айтады, мысалы маған компьютерный ойындар ұнайды, солардың акцияларын сатып алшы дейді. Мысалы біреулер айтады, қазір соғыс болып жатыр, қару-жарақ жасайтын акциялар сатып алшы дейді. Әрбіреулер әртүрлі. Онда бір стандарт деген жоқ. Онымен қатар жаңағы табак, алкоголь өнімдеріне ақша салмайтын адамдар да бар. Сол жаңағы ESG дейді ол. Сіз жаңағы айтып отырсыз ғой, мысалы 10%-ын салып отырамын деп. Енді жеке біз мәлімет сұрамаймыз, әрине ол туралы сіздің айтпауыңызға да болады. Бірақ бір не бере аласыз ба ақпарат? Сіз доллармен инвестициялайсыз ба, жоқ әлде теңгемен ба? Жаңа мен табыс мобильді приложение арқылы инвестиция жасаймын, және табыс ол жерде тек қана доллармен. Ол жерде тек қана доллармен. Бір қытайлық ETF бар, ол юаньмен, қаланың доллармен, және екі теңгемен бір ETF бар. Бұл біздің AX-тің индексі, AX Қазақстан индексі деген, өзінің индексі, оның ішінде Қазақстанда жұмыс жасайтын қазақстандық компаниялар және Қазақстанда бизнесі бар шетелдік компаниялар, Полиметалл, Фар бар, және ол теңгемен сатылады, және бұл жалпы бұл Қазақстанның экономикасының бір андай көрсеткіші деуге болады. Сол индекске біз байлап, сонда екі бір ETF жасадық, ол теңгемен, қалғандары, сол біреу юаньмен, қалғандары доллармен. Және мен сол доллардың андай долларға. Мысалы, өйтіп сұраған себебім, жаңа Каспий KZ шықты, осыдан 2-3 жыл бұрын, Казатомпром екінші рет шықты. Сол кезде олар Лондонға барып та сатты, сіздердің AX-те де сатты акцияларын. Әрине Лондондағы доллармен, болмаса енді олардың өзі фунт стерлингте сатқан шығар, оны білмеймін. Доллармен, Қазақстанда теңгемен сатты. Осы жерде енді бір компания, бір акция, бірақ екі жерде, екі нарықта сатылып жатыр, екі валютамен. Бұл жерде компанияның өзінің құнынан бөлек валютаның да бізде өзгеруі мүмкін ғой, девальвация мүмкін, немесе керісінше, мысалы, осы таяуда қайтадан сәл арзандады доллар. Сол секілді сонында да ескере отырып, теңгемен алған дұрыс па, жоқ доллармен ба, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы, жаңа сіз айтқан доллармен, ол GDR, Global Depository Receipt дейді, оны сіз Қазақстанда да сатып аласыз. Біздің биржада да жаңа Халық банктың, Каспий KZ-тің, Казатомпромның GDR акцияларын бізде сатып аласыз, және доллармен де сатып аласыз. Және оның бір акцияның екі валютамен сатылса да, оның бағалар бір-біріне қатты байланысты. Демек, мысалы, бір арбитраж ұстай алмайсыз. Мысалы, бір мына жерде девальвация болды, мына жерде сатып, ана жерде сатып аламын деген болмайды. Бір лезде өзгеріп кетеді бағасы. Мысалы, девальвация кезінде Қазақмыстың акциялары өзгереді. Себебі оны көбінесе экспортқа шығарады, экспортты доллармен сатады, және ол демек көбірек ақша табар, көбірек дивиденд табады деп. Мысалы, девальвация болған кезде қанша процентке девальвация болды, соншаға Қазақмыстың акциялары соншаға өзгеріп тұрады. Бұл енді әрбір компанияның өзіне қарау керек.
және егер мысалы өзгергеннен кейін, егер мысалы қазақмыс жаңағы GDR доллармен, теңгенің де бағасы да момент өзгеріп кетеді. Долларға байланысты. Ондай бір айырмашылығы жоқ деуге болады мысалы. Бұл сіздің жалпы сатып алған компанияның сату андай структурасын қарауымыз керекпіз. Ол экспортқа кетеді ма, ол ішкі нарыққа кетеді ма? Мысалы, Казатомпром көбінесе экспортқа шығады. Қазмұнайгаз экспортқа шығады. Қазмұнайгаз экспортқа шығады, бірақ бәрі емес. Ол көбінесе бұл Қазақстанның ішкі нарығында қамту керек, және оның контракттары бар. Ол білмеймін енді. Оны Қазмұнайгаздың өзіңіз сұрауыңыз, өзіңіз сараптама жасап, сайтына кіріп, оқып алуыңыз керек. Менің түсінгенімше, экспортқа кететін, атап айтқанда, Қазақмыс және Қазатомпромның акциясын алғаннан кейін девальвация болса, демек, соны акцияны алған инвесторларға пайдалы, солай ғой? Сізге инвестициялық кеңес бере алмаймын. Бізде мынандай кәсіпкерлердің арасында мынандай бір сұрақ бар да, IPO-ға шығу. Мысалы, бір етік тегетін цех бар дейік. Болмаса бір айран шығаратын, бір сүт өнімдерін шығаратын бір зауыт бар дейік. Ондай адамдар өзінің жаңағы компаниясын өсіру үшін, қаржыландыру тарту үшін бір бөлігін IPO-ға шығарғысы келеді. Бізде ол қаншалықты мүмкін, біз сіздердің биржада? Жалпы бізде бұл бәрі дайын. Бізде қазір мысалы Рэмс деген бір сегмент бар. Бұл Қазақстан және орталық Азиядағы орта бизнеске арналған сегмент. Бұл да жаңағы үлкен компанияға қарағанда кішкене осындай біздің талаптарымыз кішкене жеңілдірек. Жаңағы жалпы компанияның капитализациясы кішкене төмендірек болу керек. Бір аудиторлерді басқаша алуға болады. Сондай кішкене жеңілдіктер бар. Бірақ біз жақтан жалпы біздің заңнама қор нарығы бойынша бәрі дайын. Мені жеке ойымша бұл кішкене біздің бизнесіміздің кішкене бір мұндай бір қорқынышы өзінің осы бір компаниясының бір басқа біреуге сату беру деген бір қорқынышы бар деп ойлаймын. Себебі кәсіпкерлердің өздері кішкене сондай, оларға мысалы олар көбінесе банкке барып қаржы алады, бірақ егер әлбетте түрде банктен қаржы алуың керексің, бір залог салуың керексің. Ал қор нарығында шықсаң, жаңағы облигация болсын, акция болсын, ешқандай бір залог керек жоқ. Менің ойымша бір табысты бір IPO болуы мүмкін, себебі сіз акцияны сатып алып, бір жағынан, екінші жағынан сол сүтті күн сайын ішіп, өзіңіздің компанияңызға бір инвестиция жасап тұрсыз. Әлеуметтік желіде әзіл жүрді ғой, жаңа Қазмұнайгаздың алып сол жаққа барып безден қояды деген секілді, сондай ғой? Егер сізде Қазмұнайгаздың акциясы болса, сіз кәдімгідей Қазмұнайгаздың акционерлерінің жиналысына келуге құқығыңыз бар. Кәдімгі келіп, отырып, тыңдап, бүкіл өзіңіздің пікіріңізді айтуға құқығыңыз бар. Сіз дәл басқа акционерлер сияқты. Жаңа енді орта бизнес IPO-ға шығу үшін бүкіл заңнама дайын сіздердің биржада. Қазақстанның ішкі заңдары оған кедергі емес. Айтайын, керісінше Қазақстанның заңдары бұл IPO-ға шығуға кәдімгі итеріп тұр. Тезірек IPO-ға шығыңыз, жалпы біздің осы үкіметіміздің да сондай стратегиясы сондай, қор нарығын дамыту, жаңағы ұлттық компания самұрық-қазынаны жекешелендіру программасы бар. Сол 2010-нан бері келе жатыр ол. Соның ішінде жаңа Казатомпром шықты, Қазмұнайгаз былтыр шықты. Одан кейін мына жылы Air Астананы күтеміз. Мына жылы немесе келесі жылы бұл Қазақгаз компаниясы, бұл Самұрық-энергияның жасыл компания, жасыл активтерін бөлек шығарып компания жасап, соны күтеміз. Әрі қарай 2025-те сол Қазақстан темір жолын күтеміз. Осындай енді біз жалпы бәрі дайын, енді ол жаңағы бизнестің, эмитенттердің, кәсіпкерлердің өздерінің ниеттері. Ал енді орта бизнестің көп IPO-ға шыққысы келмейтіні, сіз жаңа өзіңізді бір айтып қалдыңыз, мүмкін бизнеспен бөліскісі келмеуі мүмкін. Одан басқа қандай себептер мүмкін? Мүмкін ол жерде жаңағы двойной бухгалтерия, қосымша бухгалтерия болмаса бір бейресми бизнес болуы мүмкін ба, жоқ әлде адамдардың, жаңағы кәсіпкерлердің өздерінің қаржылық сауатсыздығы ма, қандай бір себептер болуы мүмкін осы орта бизнестің IPO-ға шықпауына? Егер жалпы эмитент биржаға шықса, оның биржаның бір біздің биржада дүниежүзілік стандарттарға сай бір талаптарымыз бар. Бұл жаңағыда сіз айтқандай бүкіл ішіндегі қаржы операцияларын транспаrenттігіне көрсету. Мүмкін кейбір компаниялар енді білмедім,
сол сіз айтқандай двойной бухгалтер болғандықтан кішкене тартынуы мүмкін. иә, кішкене бас тартуы мүмкін. Мүмкін, мен білмедім. Бірақ егер компанияға жаңағыдай бір тағы бір капитал қажет болса, өзінің бизнесін ары қарай дамыту үшін, тек Қазақстанда емес, мысалы Ресей нарығына шығу үшін, Өзбекстан нарығына шығу үшін әлбетте бір тағы да бір капитал қажет болады. Және ол капиталды қайдан тарта алады? Банктен мысалы кредит алып, өзінің компаниясын залогқа салып мысалы, немесе жаңа қор нарығына шығып, IPO-ға шығып, өзінің бір компаниясының бір білмедім, 5, 10, 15, 25% сатып, сол қаражатты алып, жаңа қайтадан капиталды инвестиция жасап, кішкене өзінің жаңағы өнімдерінің зауыттарды тағы да салып, басқа бір жаңа продукттарды салып, сол басқа нарықтарға да шығу мүмкін. Бұл жаңағы жеке меншік кәсіпкердің өзінің стратегиясы. Жаңа біз негізгі соңғы 1-2 жылда инвесторлардың саны көбейіп келе жатқанын айтып отырмық. Менің ойымша енді ол қаржылық сауаттың артуы да шығар бір жағынан. Осы жерде жаңа кәсіпкерлердің де қаржылық сауатын арттыру керек деп ойлаймын. Егер кәсіпкер табысты болса, оның қаржы сауаты да жоғары деп сенімдемін. Демек, қаржылық сауаты қаржылық сауаты олардікі жоғары деп ойлаймын, себебі енді ондай бір сатыға келіп, бір табысты бизнесмен болғаны да бір енді дәреже деуге болады. Жалпы сол менің жаңа қайтып айтып жеке ойымша, ол өзінің компаниясымен бөлісуге әлі дайын емес. Бірақ әлбетті түрде ол оған келмесе, мысалы ол мысал ретінде Американы айтайық. Америкада Apple болсын, Disney болсын, тағы қандай компания, Sony болсын, қандай да компания болса да, ешкімде бір үлкен бір акционер деген сөз жоқ. Мен мысалы бір акционер, менікі мысалы 60% менікі деп ондай жоқ. Бәрі солай сатылып, бөлініп кеткен бүкіл фондтармен солай. Және сондай компаниялар сол қаражатты, дополнительный қаражат алып, осы дамып, бүкіл сол дүниежүзіне жауып кеткен компаниялар, сондай компаниялар табысты болады. А егер мысалы өз компанияңды ешкімге сатқың келмесе, қаражатың кішкене енді нашар деуге болмайды, қаражатың өзіңе жететін болса, сол өзінің қалаңда, өзінің облысыңда, өзінің республикаңда қалып қоясың. Әлбетте басқа нарықтарға өту үшін сол үлкен қаражат керек. Түсінікті. Өте керемет сұхбат болды. Кәсіпкерлерге де, инвесторларға да үлкен мазмұнды контент шығады деп ойлаймыз. Сізге көп рахмет.